Атырау облысында мәйіт өз үйінен табылған ерлі зайыпты қарттардың өліміне қызы да күдікті. Ішкі істер министрлігі енді Индонезияда қолға түскен осы қыз бен оның күйеуін елге экстрадициялау ісімен айналысып жатыр. Халықаралық іздестіру жарияланған кезде Интерпол қызметкерлер, біздің Қазақстан полиция қызметкерлері бірлесіп, бір арнайы топты құрып, сол топтың жұмысының нәтижесінде осы екі күдіктілер қазіргі таңда ұсталды. Екеуі де күдікті. Осы алып келу мәселесі қазір шешудеміз. Сұлтан Сәрсемәлиев пен Ақбаян Мұханғалиева Интерполмен бірлесе жүргізген арнайы операция барысында Ламбок аралындағы Сенару ауылында ұсталған. Бұған дейін аса ауыр қылмыс жасады деп Сәрсемәлиев қана күдікке ілінген. Күдікті қылмысты алдын ала жоспарлап, екі адамды мүлкін иемдену үшін өлтіріп, шетел асқаны айтылғанды. Енді құзырлы органдар бұраған марқұмдардың қызы Ақбаян Мұханғалиеваның да қатысы бар болуы мүмкін деп отыр. Сұлтан мен Ақбаянның кәмелет жасына жетпеген 5 баласы бар. Бірақ заңды некеде жоқ. Бұған дейін күдіктінің анасы келінің психикалық ауытқушылығы барын айтты. Қазір 5 баланың үшеуі бейімдеу орталығында, ал 1 және 3 жастағылар балалар үйінде. Айта кетейік, Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылында бір үйдің 4 адамы із-түссіз жоғалып, кейін үй иелері, яғни 66 және 62 жастағы ерлі зайыптылар өлі табылғанды. Ал олардың ұл қыздары Наурыз Мұханғалиев пен Мейрамгүл Қарабалеваны әлі іздестіріп жатыр.